Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай кереметтей болып шығатын, дәл осындай үйдегі тамақ жасайтын қазанымызға өте жұмсақ болып шығатын, бір жасағынан шығатын осындай шоколадный пирогты жасайтын боламыз. Рецепт қызық болса соңына дейін қарап, жоғалтылмас міндетті түрде каналыма подписаться жасап қоюды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, алдағы уақытта салған видеоларымды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Дәл осындай пирогты жасау мүмкін емес десеңіздер, онда осы видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Алдыменен тамақ істейтін дәл осындай қазанымызға сүтімізді құйып, үстінен сұйық майымызды құйып, оның үстіне шекерімізді салып және 2 дана жұмыртқамызды салып, венчикпен біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бізде біркелкі масса дайын болады. Үстінен електен өткізілген ұнды және какаомызды, оның үстінен разрыхителімізді салып, тағы да әрі қарап венчикпен араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Дәл осылай араластырып дайындап аласыздар. Достар, қосқан ингредиенттерінің грамм массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осындай масса дайын болады. Енді осы массамызды қазанымызды 15 минутқа қойып, ең баяу отқа қойып, осылай пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай таза піскен, осылай зубочистканың ағаш таяқшаның көмегімен таза піскен-піспегенін көрсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша шоколад жағып, солайынан жесеңіздер де болады. Не болмаса дәл осылай піскеннен кейін осылай жей берсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Көп адамдар тавада, микроволновкада түрлі пирогтар пісіріп жатса, мен дәл осылай қазанмен сіздерге пирог пісіріп таңғалдырдым деген ойдамын. Дәл осылайша жасап сіздер де жеп көріңіздер. Өте дәмі керемет болып шығады. Менің парақшама кіріп көрсеңіздер болады. Микроволновкада жасалған, түрлі бір дана жұмыртқамен 2 торт жасаған және үй жағдайында жасалатын қарапайым пирогтың қалай бір жасағаннан көтеріліп шығу керек, барлық рецепттері бар. Дәл мен айтқандай жасасаңыздар 100% ұқсап шығады. Егер де осы видеодағы пирогты қазанға пісіріп көрген болсаңыздар, өз отзывтарыңызбен осы видеоның төмен жағында комментарий бөліміне бөлісіп кетсеңіздер болады. Осы видеоны жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.